Бабалар өнері арнайы жобасының бүгінгі тақырыбы таңбалы тастар аспектілері деп аталады. Осыдан бірнеше мың жыл бұрын өмір сүрген адамдар өз өңірлеріне өмірдің ең басты аспектілерін таңбалап кеткен. Бұл ең бірінші өздерінен кейінгі ұрпақ үшін жасалған әдіс. Біз осы суреттерге қарап, бұрынғы адамдардың қалай өмір сүргендігін, немен айналысқандығын біле аламыз. Мұндай суреттер әлемнің түкпір-түкпірінде бар. Тіпті қазақ даласында да тұнып тұр. Соның бірнешеулері туралы сөз қозғап көрмекпіз. Ең алғашқысы таңбалы тас. Алматы қаласының 70 шақырым жерде орналасқан Қопа бекетінің күншығысында таңбалы тас деген жер бар. Таңбалы тас бірнеше жылғадан өзектерден тұрады. Жан-жағында сайлар, күнге әбден күйген жалпақ гранит тас бар. Тастың беті толған сурет. Таутеке, бұғы, киік, шошқа, жылқы, бұқалардың кескіндері сол тасқа қашалып салынған. Қолдарынан ұзын найза ұстап, белдеріне қылыш асынған, кейбіреуі желбірете ту ұстаған 22 салтты сарбаздың суреті өте әдемі бейнелеген. Олар 6-7 ғасырлардағы түрік жауынгерлерінің бейнесі. Археологтардың таңбалы тасқа жүргізген зерттеу нәтижесінде бұл жердің тас дәуірінде адамдардың табынатын қасиетті мекені болғандығы анықталған. Зерттеу барысында 5000-дай сурет есепке алынды. Олардың салынғанына 4000 жылдай өткен. Қазір таңбалы тас ЮНЕСКО-ның қарамағына алынып, туристер келетін мекенге айналған. Арпа өзен таңбалы тастары. Арпа өзен таңбалы тастары қола дәуірінде сақталған. Біздің заманымыздан бұрын 1-2 мыңжылдық. Ескерткіштер жартасқа таңбаланған суреттер оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Абай қыстағының оңтүстік батысқа қарай 7 шақырым жерде Қаратаудың Келіншектау деген жотасында орналасқан. Мұндағы суреттердің жалпы саны 3,5 мың сурет. Жартасқа салынған ат, өгіз және түйе жегілген жауынгерлік қос аяқты арбалар ертедегі үнді арийліктердің әдет-ғұрыптарынан хабар береді. Сонымен қатар жыл мезгілдерінің ауысуы сияқты табиғи құбылыстар да айқын аңғарылады. Баян жүрек суреттері. Баян жүрек суреттері Алматы облысындағы Ақсу ауданының Қапал ауылынан шығысқа қарай 25 шақырым жерде Жетісу Алатау сілеміндегі Баян жүрек тауында сақталған жартастағы суреттер. Олар құрамы мен мазмұны жағынан алуан түрлі. Суреттердің арасында қола дәуіріне жататын, басын жан-жағына шашырай тараған, 7 сәулелі көмкерген 2 ғажайып бейне бар. Баян жүрек суреттерінің ішінен сақ және ғұн сармат кезеңіне жататын көріністер де кездеседі. Жартастағы суреттердің көпшілігі негізінен салт атты сарбаздар бейнесінде берілген ежелгі түрік дәуірін сипаттайды. Ақбауыр үңгірі. Ақбауыр үңгірі қола дәуірінде сақталған ескерткіш. Суретті үңгір Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданындағы Бестерек ауылынан солтүстікке қарай 7 шақырым жерде. Ақбауыр тауының етегінде табылған. Ақбауыр үңгірі таудың етегінде 5-6 метр биіктікте орналасқан. Оның алдындағы алаңда діни жиындар, құрбандық шалу тағы басқа рәсімдері өткізілген. Үңгір қабырғасында қызыл күрең түсті охрамен біздің заманымыздан бұрын 3000 жылдықтың басында салынған суреттер бар. Негізінен қос аяқты арба, өгіз, таутеке тағы басқа суреттері бедерленген. Олардың айналасында әртүрлі ирек сызықтар, нүктелер, үшбұрыштар, төртбұрыштар және адамдар бейнеленген. Бұл суреттер жердің құнарлы болуын, мал жанның өсіп-өнуін білдіреді. Қаратау шимайлы тастары. Қаратау шимайлы тастары Қаратау аймағындағы қола дәуірі мен орта ғасыр аралығындағы тастарға қашалған суреттер. Мұндай тастар Қаратаудың Қойбағар, Арпа өзен, Майдамтал, Үлкен Тұра, Қысан, Жыңғылшақ, Ақсу жабағылы, Қошқарата, Сүйіндіксай тағы басқа шатқалдары мен сайларында көптеп ұшырасады. Жалпы суреттер саны бірнеше мың. Олар тік қия жартастар мен ірілі ұсақты қой тастарға қашап салынған. Қаратау шимайлы тастарында аңдар мен хайуанаттардың нобайлары, байлық пен күштің нышаны білдіретін түйе кескіні, аңшылық көріністері, батырлар жекпе-жегі орын алған. Арбаларға жегілген аттар, түйелер сирек ұшырасады.
Еліміздегі сакралды мекендер мен көне жәдігерлер біздер мен болашақ ұрпақ